Тәкаппарлығымды мойындап, өз-өзімді жек көріп жазып отырмын. Әкем үнемі сөзімді сөйлеп өсірді. Анам ұрысса, әкеме сеніп тұратынмын. Барлық балаларынан мені көбірек жақсы көрді. Тым ерке, әрі өзімшіл болып өстім. Қызға тән мінезден гөрі жігіт мінезді болдым. Талай жігіт ғашық болса да, қарамай өзімшілдік таныттым. Қазір қатты өкінемін. Беделді университетте оқыдым. Группаластарыммен қарым-қатынасым өте жақсы еді. Оқып, жігіт мінезді болып жүргенімде жасым 24-ке келді. Қарасам баяғыша сөз салып, жалынып жүрген жігіттің бірі қалмапты айналамда. Бірде күтпеген жерден бір жігітпен таныстым. Ол менің барлық жаман мінезімді көтереді. Мен дауыс көтерсем де үндемейді. Мүмкін маған сонысы ұнаған болар. Тек еркелетеді. Керегі де осы сияқты көрінді. Солайша ұзатылдым. Өзімнен 6 жас үлкен. Барған жерімде қарапайым отбасы. Менімен ешкімнің шаруасы жоқ. Бұл жігіт менің мінезіме қалай көне салды деп таң қалуымда тегін болмады. Жасы 30-да болғанымен өзі 15 жастағы бала секілді. Қалай көзім соқыр болды екен. Әр қылығын көрген сайын көңілім қалып, өзімнің де мінезім жөнделе бастады. Оны мен көшеде жүре алмайтын едім. Банан алып бер, самса жеймін. Тағы басқа сол сияқты сөздері мені есеңгіретті. Аяғында қауқарым таусылды. Оны жөндей алмадым. 2 жылдан артық өмірім алысумен өтті. Шыдам таусылған соң кеттім де қалдым. Артымнан бір келмеді. Оған да 1 жылдан асты. Менің кезіндегі жіберген ақмақтықтарымның арқасында мен қазір бақытсызбын. Беделді орында жұмыс істеймін. Жұмыстағы абыройым да жақсы. Тек қатты ашуланшақ болып кеттім. Сол баяғы группаластарымда әр бас қосуға шақырады. Бара алмаймын. Бәрі перзенттерін, қасына жолдастарын ертіп келеді. Мен жападан жалғызбын, ұяламын. Түндерім жылаумен өтеді. Бір адаммен араласпаймын. Күн батса, бөлмемде жылаумен таңда тұрамын. Қабақтарым ісіңкі жүреді. Өмірімнің мәні қалмаған сияқты. Тағдыр емес, бәрі өз ақмақтығымнан болды. Дәрменсізбін. Ең бақытты әйел бір білгенім, отбасы бар әйел екен. Маған ондай бақыт бұйырмады. Қасыма жігіт заты кеп қырындаса, ішімнен тек мынау менің ажырасқанымды біліп қойды ма екен. Мен жайлы не ойлап тұр екен? Сонша жас қыздар бар ғой, адал ойы болса маған келмейді деген сияқты ойлар ғана. Үйге бір адам келсе бөлмеме жаймен кіріп кетемін. Ешкімнің бетіне қарай алмаймын. Сол кездердегі жіберген қателіктеріме қатты өкінемін. Сонша оқысам да мен ақылсыз болдым. Ендігі өмірімде ешкіммен сөз жарастырып кете алмаймын. Күнім тек күрсінумен, мұңаюмен, жылаумен, мұңды әндер тыңдаумен өтіп жатыр. Өмірімнің мәні қалмаған сияқты. Мен бақытсызбын. Алғаш рет ішімдегін елмен бөлісіп отырмын.